Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Біздің студиямыздың келесі қонағын таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Жанғазинова Назым ханым, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы әйелдер және отбасылық демография жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі, Боча Федерациясының вице-президенті және де пиар саласының маманы. Назым ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Назым ханым, енді сұрағымызға көшсек, енді пиар саласының маманы болғаннан кейін, бірінші кезекте мынау біз университет болғаннан кейін бізде енді студенттер студент кезінен өздері жалпы қалыптасу периодынан өтеді және де маман ретінде қалыптасу осы уақытта жүреді. Әсіресе бренд билдинг дейміз ғой. Студент жасынан бізде блогерлікпен де айналысатын немесе жалпы маман ретінде қалыптасуға әлеуметтік желілерді қолдана отырып, енді қолданбайтын да студенттер болады, алғашқы қадамдарын бастайды. Жалпы осы жайында өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Жалпы қазір көбіне енді студенттер, менің ойымша бұл подкастты енді 3-4 курстың студенттері қарайтын шығар енді. Сондықтан мен былай айтқым келіп отыр, жалпы студенттер соңғы жылдары, соңғы курстарда ойлайды, ертең мен не істеймін, қайда барамын деп, олардың өздерінің жаңағы подростковый период дейміз ғой, сондай кезде болады ғой, адам кішкене құбылып, қорқып тұратын кездер. Сол сияқты қазірде өздерінің переходный периодтары басталады. Мысалға, университеттен шығып, ары қарай өмірім қалай болады, жұмысты қалай табам, жұмыс таба аламын ба, дұрыс жолға түсіп, дұрыс өмір сүріп кете аламын ба деген кейбіргі жастарда қорқыныш болады. Өзімде, бәріміз, сізде де сондай өттіңіз, ондай өтпелі кезеңнен. Сондықтан мен айтқым келіп отырғаны, қазір әлеуметтік желілерде де айтып отырсыз, позиционирование, бренд билдинг деген сияқты. Қазірден бастап студенттер өздерінің әлеуметтік желілерін өте белсенді жүргізу керек. Белсенді дегенде қалай? Белсенділіктің де түр-түрі болады. Мысалға, белсенді әлеуметтік желі жүргізу деген ол мысал ретінде қайдағы жоқ бір приколдарды сала беру, немесе жай ғана бір сурет, бір жүрек қойып, сосын сурет тағы да бір смайлик қойып, жүргізіп отыру. Ол дұрыс емес, өйткені егер де адамның жаңағында әрбір адам өте успешный болғысы келеді ғой, мен бір мықты азамат болғым келеді, бизнесмен болғым келеді, бір жетістікке жеткен жақсы мықты адам болғым келеді деп ойлайды әрбір адам. Соған ертең үлес қосатын инструменттердің бірі ол әлеуметтік желі. Неге? Өйткені қазіргі таңда әрбір енді тұлға, әрбір жұмысқа алатын орын, ол жұмысқа адамды алатын алдында көбіне қазір HR-да қалай істейді, олар мониторинг жасайды әлеуметтік желілерін. Әлеуметтік желіде адам қандай, ол немен өмір сүреді, ол немен қызығады, әлеуметтік желіде позиционирование қандай, ценности дейміз ғой, адамның құндылықтары қандай деп, көбіне қазіргі кезде енді заманауи компаниялар сөйтіп мониторинг жасайды әлеуметтік желілерде. Мен де шыны керек өзім бір проект жасағанда, тіпті маған бір клиент келіп 100 миллион теңге берем, менің пиармен айналыс десе де, мен оның ақшасына қарай, мен ең бірінші мониторинг жасаймын. Ол адам кім? Оның құндылықтары неде? Мен оған пиар жасап, ертең оны алдыға шығарып қойып, оның дұрыс емес құндылықтарын шығарып қоям ба алдыға деп мен қорқамын. Сондықтан да әлеуметтік желідегі мониторинг ол бірінші орында тұрда қазір. Сондықтан да студенттерге айтарым, қазірден бастап ойланыңдар. Сіздер ойлану керексіздер, мен 3 жылдан кейін ана жерде отыру керекпін, 5 жылдан кейін мен ана жерде болу керекпін, 10 жылдан кейін ана жерде, сосын менің өмірімнің жаңағы стратегиясы жалпы мені мына нүктеге алып келу керек деп ойланады ғой. Сол ойланған кезде сіздердің жүріп келе жатқан жолдарыңызда бір енді адаммен танысқаннан кейін адамдар сіздердің әлеуметтік желілеріңізді қарайды, так, мына адам жақсы дұрыс нәрсе айтып жатыр екен, көрейікші қалай, отбасы қалай, не туралы жазады, жалпы өмірінің идеологиясы неде екен деп көбісі қарайды ғой. Сол кезде сіздер айтып отқан, істеп отқан заттарыңыз әлеуметтік желідегі трансляциямен бірдей болу керек. Өйткені қазіргі таңда мынандай да бар, мысалға,
әлеуметтік желіде біреу, өмірде басқа болып отырады да, ондай болмау керек. Сондықтан да қазірден бастап өздеріңіздің ақырындап success сториларыңызды бастау керексіздер. Ол не деген сөз? Университет оқып жүрген кезде қандай қиыншылықтар болды, қандай қиындықтарды бастарыңыздан өткіздіңіздер, ол қиындықты қалай жеңдіңіздер, я? Ол бір осы историяның өзі, ол нені білдіреді? Ол сіз қиындыққа төзімді екеніңізді білдіреді, я? Так, кетті галочка. Я қиындықты төзімді басынан кешіре алатын азамат еді. Екіншісі, өзіңіздің эксперттігіңізді көрсетіңіз. Яғни университет қабырғасында қандай белсенді жұмыстар атқарасыздар. Мүмкін сіздер жаңағы молодежное крыло деген бар ғой университеттерде, студенттік крыло деген бар, иә? Студенттік қанат деген бар, жастар қанаты бар. Сол парламентта, қанатта сіздер қаншалықты белсендісіздер? Белсенділік деген қалай? Қандай жұмыс атқарып жатсыз, қандай тезистарды қозғап жатсыз? Мүмкін біреулерім математиктар шығар, иә? Біз осындай осындай жаңа бір нәрсе ашқымыз келеді, жасағымыз келеді дейді. Екіншісі мүмкін гендерлік теңдікті талқылайтын адамдар шығар. Олар сол студенттік жаңа қанаттың аясында не істеп жүр, иә, соны көрсетеді. Үшіншісі мүмкін мықты бизнесмен болып жаңағы ғылымды коммерциализациялау туралы тақырып қозғайтын шығар. Яғни ол жаңағы сіздердің эксперттігіңізді көрсететін тағы да бір сторителлинг, иә. Оны да жасап, оған да галочка қойдық дейік, иә. Үшіншісі, енді біз адам болғаннан кейін бізде тек қана бизнес, тек қана жұмыс емес қой, бізде сонымен қатар әр адамда отбасы бірге жүреді, иә? Мысалға біздің ата-анамыз, біздің қарындас сіңлілеріміз, біздің жұбайымыз дегендей. Сондықтан да қазіргі таңда өте маңызды адамның отбасында қарым-қатынас қалай жасайтыны. Өйткені қазіргі соңғы істі де көріп жатырмыз, иә? Мысалға адам вице-министрда болды, жұмыста көп нәрсе істеді, бірақ отбасында қандай болғанын біз көрдік. Сондықтан да қазіргі жаңадан осы тренд ақырындап өзгереді. Біз адамды жұмысқа алардың алдында немесе сөйлесер алдында, мысалға мен өзім әрқашан сұраймын, отбасында үйленгенсіз ба, үйленген жоқсыз ба, бір-біріңізге сыйластықтарыңыз қалай деп енді әңгіме ретінде кейде сұраймын, гендерлік теңдік жағы қалай, мысалға еркек болса сұраймыз, әйеліңізді үйде орап отырғызып қоймайсыз ба деп. Егер де әйел болса сіз мысалға үйде үлгеріп жатырсыз ба, балаларыңызды, жолдасыңызды бірге алып жүруге деп, иә. Жалпы енді жауабыңыз түсінікті, өйткені сіз айтып отырған ол өзінде бар нәрсені бөлісіп көрсетіп отыру дейсіз ғой. Дұрыс көрсету, иә. Дұрыс көрсетіп отыру. Енді бірақ таяқтың екі ұшы бар дегенде екінші жағы бар. Мысалы, осы көрсетем деп, бірақ оның ар жағында тұрған үлкен еңбек бар. Кітапханада өткізетін бірнеше сағаттық білім алу бар, оқу бар, жанкештілік бар ол жерде. Өйткені қанша жерден елдің алдына шыққанмен елге айтатын нәрсем болу керек. Әрине. Оған дайындық барысы бар. Сол жалпы дайындық жайында, еңбектену жайында, енді әрине әлеуметтік желіде өз-өзін жариялау, ол да үлкен еңбек, ол жерде де үлкен білік керек, видеоны монтаждауға, және сауатты посттарды сауатты жазуға. Бірақ екінші жағы, енді бізде университет болғаннан кейін түрлі педагогикалық бағытта бар, өндіріс саласында да оқитын студенттер бар. Соларға кәсіби тұрғыдан даму үшін қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Әрине, енді кәсіби тұрғыдан даму қалай кеңес дегенде ең бастысы ол әрине жақсы сабағын оқып, жақсы көрсеткіштерге жету. Өйткені мен жаңа айтып жатырмын ғой, әлеуметтік желіні тек әдемі жүргізіп, біз шынайы өмірде алдай алмаймыз ешкімді. Біз шын өмірде қандаймыз, әлеуметтік желілерде де, бұқаралық ақпараттық құралдарында да біз бірдей болу керекпіз. Транспарентті. Әрине. Сондықтан да біз мысалға айтып жатырмыз, мысалға кітапханада кітап оқиды деп. Мысалға бір студент 3 сағат, 4 сағат кітапханада кітабын оқып, уақытын өткізді делік. Бірақ сол оқыған кітабы туралы неге кішкене ғана бір отзыв, аннотация сияқты қылып жазбасқа? Өйткені өкінішке орай қазір барлығымыз білеміз, жастар көп кітап оқымайды. Енді соны көрсету арқылы, соны трансляция жасау арқылы, оны да популяризировать етуге болады мысалға, иә? Осылай деп. Ол сіз жаңа басында сұрап жатсыз ғой, әлеуметтік желіде қалай жүргізу керек еді. Сол жағынан мен түсіндіріп жатырмын да, жалпы адам өзін-өзі жаңағы жасаған кезде біз ертең адам өзін-өзі көрсете алатындай, мен өзімді өзім жасадым. Менің тарихым мына жақта көрсетілген. Міне 2000 мысалға қазір 2024 жыл, 2004 жылдан бері мен осындай заттар істеп келе жатырмын.
мен осылай істедім, яғни мен бұл жетістікке өзім жеттім деп. Бұл әрине жаңағы шынымен де селфмейдтарға арналған мен айтып отқан құралдар, иә. Егер де әрине енді жаңа басқалар да бар ғой, әкесі, шешесі, туыстары көмектесіп жатты. Ол енді ол басқа әңгіме, мен ол жақта ештеңе айта алмаймын. Мынадайда адам темпераментіне де байланысты, және түпкі мақсатына байланысты ғой, әркімнің өз мақсаты керегінде дегендей. Мынадайда бір топ болады. Ол қатты жариялағысы келмейді. Ол көп нәрсені әсіресе отбасына байланысты, оны интимді деп санайды, көрсеткісі келмейді, және де енді ұялуы мүмкін, немесе барьер болуы мүмкін. Мысалы, мен өзім Европада білім алдым. Сол жерде байқағанымыз, біз әдетте мынау бакалавриатта Бөкетов университетінде оқыған болады, Қарағандыда. Сол кезде біз барлық оқытушыларымызға, барлық профессорларымызға Фейсбукта жазыламыз, дос боламыз. Бір байқағаным, Британияға барған кезде көп профессорлардың Фейсбуктары жоқ. Оған бар өзі 2-3 адам ғана болады, мысалы әрі кетсе. Сол нәрсені байқадым. Негізі жалпы әлеуметтік желідегі әлем, виртуалды әлем бізде салыстырмалы түрде, Европа мен ақш-пен салыстырмалы түрде кеңірек және барлық адам дерлік аккаунты болады. Тіпті аккаунт ашпайтын, бұрынғы дәстүрлі жолды сақтайтын, газет журнал оқитын қоғамда бар. Осы тұрғыдан мысалы не айтуға болады? Жасырғысы келетін, немесе көрсеткісі келмейтін жастарға. Енді сіздің жаңа айтып отқан мысалыңыз өте дұрыс. Дұрыс айтасыз. Негізі Европада батыс жақ дейміз, ол жақтарда көбіне әлеуметтік желілерде олар отырмайды. Бірақ біздің реалия, біздің өмірде олай емес екенін өзіңіз де білесіз ғой. Бізде кез келген ата, кез келген апа жаңалықтың бәрін Инстаграмнан қарап отырады, ТикТоктан қарап отырады. Ол қазіргі тенденция. Және де біз бұл тенденцияны қабылдамаймыз, біз оған адаптация жасамаймыз деп, егер де адаптация жасамайтын болсақ, әрине әлеуметтік желіді жүргізбесе де болады. Олда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ мен мына жерде енді бұл саладағы маман ретінде, эксперт ретінде адамның success story бір жерде болу керек деген өз пікірім бар. Өйткені бір тағы да мысал айтайын, осыдан бір жыл бұрын бір жоғары лауазымға бір кісіні тағайындаған болатын. Соны тағайындағаннан кейін, енді мен кейсті айтпай қойым, бірақ ол кейсті барлықтарыңыз білесіздер. Тағайындағаннан кейін кәдімгідей шу болды. Ой, ағасы тағайындады бұл әйелді, немесе там бір байдың қызы, сумкалары қымбат деген масқара шум болған болатын. Кәдімгідей шулаған болатын. Бірақ неге олай болды? Өйткені адамдардың бәрінде күмән болды. Ол адамның шынымен сол жолды жүріп шықты ма деген. Жаңағы петицияға да қол қойды. Жұмыстан кетіріңдер, өйткені қанша адам тұр төменнен жоғары қарай өсіп келе жатқан адамдар болды дейді. Сондықтан неге ол олай болды? Өйткені ол кісі әлеуметтік желіде мысалға 3-4 ақ сурет салған, мысал ретінде, бір қымбат, бір ювелирный бір нәрселермен, сумкалармен мысал ретінде. Соны ғана алып шықты. Біз не көреміз? Солай адамды қабылдаймыз. Болды. Ол кісі де сіз айтып отқандай, жаңағы жабық кісі ұнатпайды әлеуметтік желіні. Жоғарғы лауазымға барасың ба? Транспарентті бол. Транспарентті болғың келмей ма? Онда өтініш кітапханада жұмыс істе. Адамның амбициясына қарай. Біздің халық, бізде қазір өзім қанша сайлау науқанын жүргіздім, иә? Адамдар барлығы айтады, бұл кім? Біз кімге дауыс береміз, кімнің артынан барамыз? Егер де сіз жабық болып, адам сізді білмесе, онда біз қайдан білеміз, біз сіздің кім екеніңізді. Мен қазір адамның ары қарай өсу жайында айтып жатырмын да, әрине, егер де енді қоғамдық личность дейсіз, қоғамдық тұлғалар жайында, әсіресе соларға қатысты. Солар тұр. Мен енді өзім сол салада істеп жүрген. Топ менеджерлерге қатысты немесе? Әрине. Ал егер де топ менеджерлер... Мен мектептің ғана мұғалімі боламын дейтін, мысалы, сондай да установкадағы студенттер болады, сондай көп әлеуметтік желінің қажет емес, бір қаланың деңгейінде ғана профессионал боламын дейтін, егер сондай таңдауда болса, онда міндетті емес. Міндетті емес, мектебіңнің парақшасын жүргізе беріңіздер, өте ашық жүргізсеңіздер болады. Мектептің ішінде не болып жатыр? Ол жерде, директор өзінің парақшасын жүргізу міндетті емес, бірақ жұмыста не болып жатыр, мектептің ішінде не болып жатыр, бюджет қалай алынып жатыр, қандай ақша құртылып жатыр, студенттер, мұғалімдер, оқушылар қалай дамып жатыр дегенді көрсетуге де болады.
Сіз айтып жатқан жаңа енді Еуропа елдерінде әрине мен өзім алдыңғы жылы неге Швейцарияға барған болатын. Сол жерде ООН бар, сол жерде біз қатысып келген болатын Женевада. Сол кезде мен өте қатты таң қалғаным. Швейцариялықтар олар әлеуметтік желіде мүлдем отырмайды. Мүлдем отырмайды, біз сияқты тамақ шотында телефон үңіліп қарап отырмайды, бір-бірімен сөйлеседі. Жаңалықты тек үйдегі радиодан тыңдайды. Олардың жаңағы салықтарында налог деген бар ғой, сол радио қосылып тұр соның ішіне. Олар жаңалықты тек радиодан ресми тыңдайды, және де газет оқиды. Оларда ресмилік бар. Әрине бізге де солай жасау керек, біз ақырындап соған келеміз. Енді біз енді басқа ол Швейцариямен салыстырған кезде сіз Еуропаны айтып жатсыз, біз Еуропа қайда, Қазақстан қайда, иә? Біз де ақырындап дамып келе жатырмыз. Біз де мүмкін сол жолға келерміз. Бірақ енді әлеуметтік желіде өзі қалай ұстау керек, өзін қалай көрсету керек деген ракурстан айтқан ақылым осы. Жақсы, енді жаңағы сіздің алдыңызда болған қонақпен біз лудомания тақырыбын талқылаған болатынбыз. Бұл жерде сізге қатысты қылдырып айтайын сұрақты. Мысалы, beautiful life дейміз ғой, әдемі өмір, жалпы белгілі бір жұлдыз, әнші, немесе бір тұлға өмірді әдемі қылдырып көрсетеді де, соңынан ерушілер сол сияқты бай болғысы келеді, сол сияқты танымал болғысы келеді, сол сияқты зәулім сарайда өмір сүргісі келеді. Бірақ та негізінен түптеп келген кезде ол адамның түпкі ниеті, ішкі ниеті жоқ, көбіне еліктеуден шығады. Осы әдемі өмірге еліктеу қаншалықты зиянды деп ойлайсыз? Қаншалықты қажет ол? Үлкен проблеманың бір себебі емес пе ол қоғамдағы? Өте жақсы сұрақ. Негізі мен онда бір жерде айтқан болатын, мысал ретінде айтайыншы, ол отбасы психолог болды да, ол кісі маған айтады, қазір барлық әлеуметтік желіде әйелдер көбіне beautiful life айтқан, соны көріп, үлкен зәулім үйлерді, қымбат машина, ювелирный әдемі сырға жүзіктерді көріп, сөйтіп өмір сүргісі келеді дейді әйелдердің көбісі. Сосын жаңағы жолдастарына, күйеулеріне барып айтады, осылай алғым келеді, оларға мысалға кредитқа алдырады деп айтады да кейбіргі енді әңгімелерде. Содан ары қарай ол лудоманияға да ілесуі мүмкін, иә, біз білмейміз кім қалай ақша табатынын. Мен жалпы өзім осы beautiful life деген концепцияға қарсымын, мүлдем қарсымын. Біз бәрін тым романтизациялап тастадық. Неге? Өйткені барлығымыз Голливудтың киноларын көреміз. Ол жерде қалай? Романтизация отношений, қарым-қатынастың романтизациясы. Бәр жерде 101 гүл, жаңағы қымбат жүзік сыйлап, жаңағы әйелім бол деген историяны бәріміз көріп жатырмыз. Жалпы романтизация болмау керек. Өйткені өмірде біз өмірдегі қиындықтар ол қалай айтсам болады, әлеуметтік желідегі әдемі өмір ол жалпы өмірдің тек қана 10%. Өйткені мен айтам да әрқашан, егер сіз қарапайым отбасынан шыққан қарапайым азамат болсаңыз, өміріңіздің басында 90% қиындықтан құралады. 10% ғана бақытты сәттерден құралады. Сіздің айтқаныңыз жаңа қиындықтарды да сала отырып, әрине. Жалпы ертең байыған кезде, немесе ертең танымал болған кезде, тіпті немесе байымауым да мүмкін, танымал болмауым да мүмкін, бірақ сторителлинг өзінің өмір жолында бұрында енді мемуарлар жазатын, немесе жаңағы күнделік жазып отырды ғой. Әлеуметтік желі сонда бір күнделіктің бір түрі болу керек қой. Бір түрі дейсіз ғой. Бір блогер бар. Аты Қуаныш қой деймін. Сіздерге міндетті түрде көрсетемін. Қуаныш Шонбай ма? Жоқ. Ол кісі білесіздер ме не істейді? Әлеуметтік желілерде стройкада істейді өзі. Күнде өзінің өмірін көрсетеді. Мысалы, қарапайым тілмен айтатын. Мен қазір келдім, продукт алып келдім, 300 грамм алма әкеп, банан алып келдім, қазір әйеліме көмектесем, сосын біз әйелімнің ата-анасының үйіне қонаққа барамыз деп, өз Ладамен жүреді, Лада Приора. Қарапайым өмірін көрсетеді. 7 миллион қаралым. 7 миллион қаралым. Ол нені білдіреді? Жаңағының әлеуметтік желін қарасаң ойлайсың, енді осындай кішкентай затқа қуанып тұр. Менде бұдан көбі бар, мен қалай соны бағаламайын деп ойлап қаласың, ананы көрсең. Мен білесіз, ананың барлық видеоларын қарап шықтым. 7 миллион бір адам болған. Мен шығар бір 10 қаралым жасаған. Ал енді тенденция қалай? Қазір егер де осыдан мүмкін 5 жыл бұрын бай адамдардың, лакшери лайфтың қарағаны бізге қызық болса, қазір тенденция өзгеріп жатыр. Адамдар қарапайымдылыққа келіп жатыр. Адамдар қарапайым адамның қалай өмір сүргенін көргісі келеді.
Сондықтан да біз қазір бәріміз соған келеміз. Адамдар қарапайымдылыққа келеді. Және де сол тенденцияның аясында біз қарапайымдылықты да былай емес, мысалға, ой, мен кедей өмір сүріп жатырмын, маған мемлекет беру керек, біз шығу керекпіз деген емес. Ол қарапайымдылықта бар нәрсеге, мысалға, рахмет айту, бар нәрсеге қуану. Біз соған келеміз, осыдан күрестер. Шүкір ету. Осы 2-3 жылда ақырындап тенденция өзгереді. Өйткені біз барлығымыз тек қана сол бай адамның аузына қарап отыра бермейміз. Өйткені қоғам дамиды қазір, дамып келе жатыр. Сондықтан сондай тенденция бар. Енді біздің университет студенттерінің басым көпшілігі педагогикалық бағытта оқиды. Болашақ педагогтар, болашақ мұғалімдер. Өткен жылы Оқу ағарту министрлігі Қазақстан мұғалімі деген үлкен байқау өткізді мұғалімдер арасында. Ол TikTok желісіне қазіргі active teachers, яғни қазіргі оқытып жүрген мектеп мұғалімдері өздерінің жұмыстары жайында TikTok желісіне видеолар түсіріп салды. Сондай үлкен жарыс өтті. Енді жалпы министрліктің таңдау себебінің бірі ол қазіргі мектепте оқып жатқан ұрпаққа байланысты. Өйткені қазіргі бірінші сыныпқа барып жатқан балалар, олардың жаңағы клиповость сознание дейді ғой. Мышление. Клиповость мышление. Оларға қабылдау, енді өзіміз педагог ретінде білеміз, бұрынғыдай 1 сағат бойы дәріс оқып, әңгіме көп мұғалім сөйлегенді қаламайды, жаңағыдай интерактивті болғанын, немесе бір клиптар негізінде, TikTok видеолар негізінде түсірілгендігін қалайды. Енді бізде де студенттерге жалпы осы мәселені насихаттау бар. Студенттерге TikTok желісін пайдалануды үйрену, өйткені ол әсіресе педагогтарға қажет болады, өйткені ана балалардың алдына барғанда, қазіргі мектепке бара жатқан балалардың. Енді пиар саласының маманы ретінде болашақ педагогтарға осы өзіңіз айтқандай әлеуметтік желілер, соның ішінде TikTokқа түрлі видеолар түсіруге байланысты кәсіби тұрғыдан қандай да бір әдебиеттер, басқа да бір өзіңіз оқыған, өзіңіз тәжірибеңізден өткен кітаптар, оқулықтар, курстарды ұсынар едіңіз. Енді қараңыздар, негізі әлеуметтік желі жүргізу туралы кітаптар бар. Жоқ емес, бар. Бірақ мен сізге айтайын. Мысалға, өткенде TikTok деген кітап бар, ол жалғыз бір кітап қана ғой деймін осы. Сол кітапты мен Ақтөбеге ұшып келген болатын сол кезде. Сол кезде самолетта қарадым сол кітапты. Білесіздер ме, сол кітапты оқып отырып, кішкене күлкім келді, өйткені кітапта жазылған алгоритмдар қазіргі TikToktағы алгоритмдармен сай емес. Әлеуметтік желі туралы кітап болатын болса, ол жаңағы мындай жалпылама кітап болу керек та, осындай әлеуметтік желі деген бар, ол осылай жұмыс істейді деген болды. Өйткені егер де ол жерде жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, қандай не айтар едіңіз, ол алгоритмді айтатын болсақ, ол алгоритм ай сайын, тіпті жұма сайында, апта сайында қазір өзгеріп жатыр. Ол туралы кітап жазып, оны үлгермейсің шығаруға да. Сондықтан да енді әлеуметтік желіде белсенді отыратын адамдар олар біледі алгоритм бойынша TikTok мысалға нені ұнатады, қандай контентті ұнататын, иә? Сондықтан да сол алгоритмға сай жұмыс істеу керек болды. Ол жерге бір отырып TikTok туралы кітап оқу деп мен айтпаймын. Керісінше басқа кітапты оқу керек. Мысал ретінде бір қызықты социология туралы кітап оқыса, иә, немесе жаңағы қоғам алдында қалай дұрыс сөйлеу керек туралы, иә, этика туралы кітап оқып, соны TikTokқа қысқадан нұсқа қылып берсеңіз, ол точно алгоритмға кіріп, ол жаңағы рекомендацияға жоғары қарай өседі. Сондықтан да қарапайым өмірдегі білетін, көретін нәрсемізді TikTokқа салып отырсақ, Instagramға салып отырсақ, оның өзі алгоритмға ары қарай өсіп кетеді. Бірақ әлеуметтік желілер андайды ұнатпайды, андай ресмилікті. Ресми, андай қатты дайындалып, олар органиканы жақсы көреді, шынайылықты жақсы көреді. Сондықтан да әлеуметтік желі жүргізген кезде шынайылықты көрсетіңіздер, қарапайым өмірлеріңізді. Оған бір дайындалып, мейкап жасап, әдемілеп бәрін тізіп отырып қою емес. Қарапайым тамақ жасадыңыз ба, тамақ жасау процесі сізде қалай? Жолдасыңызға тамақ бергенде мысалға қалай, иә, ол рахмет деп қуанып, тамақты до конца жеп қойып, мысал ретінде айтамын да. Немесе университетте отырғанда, кітапханаға барғанда, кітап беру процесі қалай, кітапты дер кезінде әкелмесең қандай, мысалға білмеймін, штрафтар бар шығар. Сол жақтарын түсіндіріп, қарапайым тілмен айтып отыру керек. Болды, ол қарапайымдылықты ғана жақсы көреді әлеуметтік желілер. Бірақ кәсіби тұрғыдан енді оның өзінің мамандығы бойынша дайындалу бір бөлек. Бірақ видеоны дұрыс түсіру, монтаждау, ракурстарды дұрыс алу,
осы бойынша бәрібір де педагогтарға, болашақ педагогтарға белгілі бір оқулар, курстар қажет шығар. Өзіңіз сондай курстардан өттіңіз бе, мысалы? Сіздің әлеуметтік желіні мысалы өзіңіздікін жүргізесіз, бірақ та немесе өзіңіздің жеке мобилографыңыз бар ма? Енді қараңыздар, отырып алып барлық педагогтарға оқу осы әлеуметтік желі жүргізу туралы, видеомонтаж туралы істеңдер деп айтпаймын мен. Қазіргі барлығы бір жерге шақырса мобилографқа да орын алу керек деген айтып отыр ғой. Тойға шақырсаң да мобилографтарға бөлек стол жасау керек екен деп. Мен ондайға жалпы қарсымын. Өйткені мысал ретінде айтайық, мен мына жерде отырмын, сізбен сөйлесіп отырмын. Ана жерде сіздердің пиар мамандарыңыз маған кішкене видео түсіріп берші деп айттым, маған. Бэкстейдж жасап берші деп, Ол кісіге ол қиын емес, 1 минуттық бэкстейдж жасап беру. Мысалға, маған жасап береді. Мен тұрғаннан кейін airdrop деген болады, airdrop арқылы аламын да, капкатқа салам, болды, музыканы астына қоя салам. Ода тұрған ештеңе қиындығы жоқ. Оның жаныңа мобилограф алу керек емес. Мысал ретінде өзімнің үлкен агенттігім бар ғой. Менде мобилографтарда істейді, мен солармен келсем болар еді, өстіп. Жоқ, бірақ ода оның қажеттілігі ешқандай керек емес. Өйткені барлығымыз адамбыз, даже ертең конференцияға барып, форумға барсаңыз, ол жерде сізді тыңдап отыратын қанша 100 адам бар. 100 адамның біреуіне барып, мен 1 минуттық видеоға түсіріп беріңізші. 30 секундтан, 20 секундтан түсіріп береді әр адам. Мен 100 адамның барлығы жоқ деп айтпайды ғой. Сондықтан да педагогтар да солай істесе болады. Мысалға, сабақ беріп жатқанда да неге егерде жақсы бір ашық сабақ болып жатса, бір студентке айтпасқа кішкене түсіріп бересіз бе, өтініш. Сіздерден басқа бұл білімді басқа да адамдар көрсін, басқа да студенттер, оқушылар көрсін деп. Бұл жай ғана қарапайым коммуникация. Бұл жерге бір дайындалып, мобилограф алып, ақша құрту керек емес. Жалпы сөзің сен түсінікті болды. Қарапайымдылық все гениальное просто дейді ғой. Қарапайым болуға, шынайы болуға тырысу керек дейсіз. Енді тағы бір сұрағым бар. Жалпы сіздің студенттік шағыңыз қайда өтті, қалай өтті? Сол кездегі қойған мақсаттарыңыз, жаңа self-made деп жатырсыз ғой, сол кездегі қойған жоспарларыңыз әрине 100%-дай орындала қоймайды көп жағдайда, бірақ кейін корректировка жасап өзгеруі мүмкін. Сол жайында қысқаша айтып өтсеңіз. Сіз білесіз, сіз менен студенттік өмірімді сұраған бірінші адамсыз. Мүмкін академияда бірінші рет шығарсыз. Оған дейінгі бізді көрушілердің көбі студенттер, сондықтан жалпы студенттерге бағыттаймыз. Сол себепті сұрап отырмын. Негізі қараңыздар, мен 9-шы сыныптан кейін колледжға кетіп қалған болатын. Колледжға оқуға кетіп, Алматы қаласындамын. Колледжімнің ақшасын 3 жыл бойы ата-анам төледі. Ай сайын 90 мың болды о кезде. Колледжді бітіргеннен кейін енді ата-анам біз орташа семьядан шыққанбыз. Ата-анам айтты, енді ары қарай біз төлей алмаймыз. Өйткені ары қарай мен сіңлілерім өсіп келатты. Енді өздерің бір жағынан шықсаңдар деп айтқан болатын. Сосын енді колледж бітіргеннен кейін мен университеттерге хат жаздым. Жұмысқа кіргізіңіздерші деп, жұмысқа ала аласыздар ма деп. Өйткені мен өзім посттарын тауқан шығарсыздар, мен жазғанды жақсы көремін. Енді бір сапалы жаза аламын деп айта аламын екі тілде де. Содан сөйтіп мені UIB деген университет бар, University of International Business, сол жерге мені ректордың хатшысы қылып алады. Ол кезде жасым 17 жаста болмайды ғой жұмысқа алуға, бірақ ата-анамның несіне тіркеуіне өткізіп, 17 жасымда мен ректордың хатшысы болып кіремін жұмысқа, университетке. Сол жыл сол университетке оқуға түсем. Бір жыл жұмыс істегеннен кейін ба? Жоқ, мен колледжді бітіре салып, жаз бойы жұмыс іздеймін. Жаз бойы жұмыс іздеймін да, сол университетке мен жұмысқа алады, мен сол университетке оқуға түсем. Қыркүйекте уже оқуға түсіп кетесіз? Оқуға түсіп кетем. Жұмысыңыз не істедіңіз? Айтып тұрмын ғой, сол университетке кірдім деп. Парт-тайм болып кетті ма сонда? Мен кешке оқыдым. Сосын кешке оқу жүргенде, сосын оқуымның мысалға сабақ болып жатады. Егерде түскі уақытта болса, мен түсте барып келем да, сосын ары қарай жұмысымды жасаймын. Бірақ маған ректор барынша қолдау көрсетті. Жаңа оқуыңды да үлгеріп жүр, жұмысты да үлгеріп жүр деп. Сөйтіп мен оқуды да алып жүріп, университетте жұмыс істеп жүріп, бірге алып кеттім соны. Бізде университетте мындай өте жақсы не болды да, сол кезде мен жұмысқа келген кезде маған айтады, сен бір жыл жұмыс істегеннен кейін бізде мынандай болады, университеттің қызметкерлеріне 50% скидка оқуға.
бұл грант қой, былай қарап тұрсам мен қатты қуандым. Сонда мен жалақымды алып отырдым, сосын 50% жаңағы жеңілдікпен оқып жүрдім. Ал жарты оқуымның 50%-ын менің жалақымнан алып отты университет. Сонда мен білгенде жоқ, мен тегін оқығандай болдым. Ата-анам түсінгенде жоқ, мен оқып жатыр ма, жоқ па, ақшасы қайдан екен, олар екен біледі, мен жұмысқа кеттім болды. Сөйтіп менің 3 жыл бойы, колледжден кейін 3 жыл оқисың ғой, 4 жыл емес. Мен сөйтіп университетті оқып бітірдім. Мамандығыңыз қандай? Менеджмент управление. Басқару менеджмент. Иә. Сосын университетті бітіргеннен кейін мен сол жаққа неге магистратураға грантқа түстім. Магистратураға түскеннен кейін енді маған университеттің қабырғасында енді менде научно-педагогическая деятельность деген болды да. Сондықтан мен жаңағы ғалымды іштен көрейін деп сол жақта қалып, ары қарай жұмысты сол жақта жалғастырып. Басқа позицияда бірақ, мен ол жерде неден ректордың несінен көмекшіге, президенттің көмекшісіне дейін өстім. Ол кезде бізде Сагадиев Кенжегүл Айбенович деген кісі, марқұм, ол кісі біздің президентіміз болды. Мен сол кісіге де жұмыс істедім. Ол кісі өзінің көп кітаптар жазатын болатын, көп кітап жазған. Сосын оның андай маған рукопистер әкеп береді, мен соны кітап қылып жазатынмын. Солай көп жұмыс істеп жүріп, мен қалай студенттік өмірімнің өтіп кеткенін білмей қалдым. Сол шынымды айтсам, кейде сол жағын ойлайында, неге мен студенттер сияқты өмір сүрмедім. Жаңағы студенттер бір вечеринкаларға барады, бір алтын күз деген бір нәрселер болып жатады. А мен университеттің қызметкер ретінде маған бару дұрыс емес, өйткені мен ректордың хатшысымын, мен субординация сақтау керекпін студенттермен. Бірақ мен өзім студентпін. Сол субординацияны шектеуге тура келді. Сақтаймын деп мен көп шектеулер көрдім да, мен студенттік өмірді көрмедім десем болады. Өйткені мен не жұмыс істедім, не тез сабаққа оқып жүгіріп барып келем болды. Сөйтіп мен кейде ойлаймын, мен неге студенттік өмірді көрмедім? Өйткені ол қайталанбайды ғой. Қазір студент болып, әрине мен оқуға түсе аламын, бірақ мен жас балалар сияқты жүгіріп жүре алмаймын ғой қазір. Сондықтан мен жастарға қазір айтарым, әрине егерде оқуларыңызды бітіру үшін жұмыс істеу керек болса, істеңіздер, бірақ егер де сіздерде мүмкіндік болса, ата-аналарыңыз оқуларыңыз төлеп жатса, міндетті түрде студенттік өмірді көрген дұрыс. Өйткені ол ешқашан қайталанбайды. Махаббат қызық мол жылда, Құдай-ау қайда шошып жатыр. Иә, сондықтан ой, қайдағы махаббат, ол жақта не то, что махаббат. Ол жерде бір жерге шығу да болған жоқ бізде, өйткені болмайды. Бір нәрсе дұрыс істемесең, ол ректорға келеді, иә? Ректордың атына, жалпы университеттің топ-менеджментінің атына кіргелу мүмкін. Сөйтіп мен 6 жыл бойы университетте жүріп, бір студент болып көрмеппін. Өкінесіз бе? Кейде өкінемін, әрине, кейде айтамын, мама, папа, неге? Мен не болды, бір 2 жылым оқуым төлемедіңдер, мен кішкене бір студент болатын едім ғой деп қалжыңдап айтамын, әрине реніш жоқ қой. Бірақ енді студенттерге сөйтіп қазір айтып жатамын. Университеттегі алған біліміммен мен қазір көп нәрсе көрдім, көп нәрсе білдім. Ана 2 кісіден көп нәрсе үйреніп, жалпы жиналысты қалай жүргізу керек. Менеджерлік қырларынан. Менеджмент қырларын өте көп көрдім. Қанша студенттер келеді, жаңағы ректорға кірем, ой, маған не қойып қойды, анаумен келіспеймін деп. Мен сол студенттермен жұмыс істеп үйрендім, мысалға, мұғалімдермен жұмыс істеп үйрендім. Делопроизводство деген бір қанша келеді, кейде қате қылып заявление жазады, қате служебный записка. Мен соның бәрін қарап, қайттың жазыңдар деп жіберем, айтам, қалайсыңдар, университетте жүрсіңдер, қателікпен жазу ғой студенттер деп, мысалға, иә. Сол жағынан да өте енді грамотность жағынан маған өте көмектесті сол жағы. Сондықтан да мен өте үлкен мектеп бітіріп, содан ары қарай тұрмысқа шығып, ары қарай жұмысқа кіріп, қазір Астанада тұрып жатырмын. Сол жақта 7 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Солай. Жақсы. Назып ханым, бүгінгі подкастқа келіп, өзіңіздің ойыңызбен бөліскені үшін көп рахмет айтамыз. Рахмет. Енді 1-2 ауыз қорытынды сөзіңізді айтып жүрсеңіз, немесе бізге бір тілегіңіз болса, студенттерімізге, білім алушыларымызға тілегіңіз болса. Жақсы. Енді әрине Жұбанов университетіне осындай үлкен іс-шара ұйымдастырып, белсенді жұмыс істеп жатқандарына үлкен рахметімді айтамын. Өйткені көп университеттерді білемін, барлық университет былай жұмыс істеп жатқан жоқ. Бірақ енді Карабасова Лаура Чапаевнаны өзім жеке танимын. Ол кісі енді осы Қазақстандағы ең жас ректорлардың білеміз, ең жас ректор жалғыз өзі. Сондықтан да ол кісіге жарайсыз деп айтам. Жалпы студенттерге айтарым, енді ең бастысы өмірде өте белсенді болыңыздар. Өйткені қазір кім белсенді, кім тез, кім проактивті, солар әрқашанда ары қарай жоғары қарай өседі. Ештеңеден қорықпаңыздар. Ештеңеден тайынбаңыздар. Ол мынау мен қолымнан келмейді деп айтқандарыңыз, ол дұрыс емес. Өйткені жастық шақ бәрін кешіреді. Қателік жасасаңыздар, сіздер жассыздар.
әрқашанда сіздер айта аласыздар, мен қателік жасадым, бірақ мен жаспын деп. Бірақ сол қателікті жасаудың арқасында сіз көп нәрсе үйренесіздер. Әр жасаған қателікті анализ жасау керек. Мына қателік жасадым, бұл жерде мен нені дұрыс істемедім, нені келесі рет мен істеймін, енді бұл қателікті мен қалай плюс жағына шығару керекпін деп ойлап тұру керек. Сол кезде сіз шынымен де мықты лидер, мықты маман боласыздар. Қытай тілінде кризис деген сөздің екінші мағынасы бар. Ол шанс деп айтады ғой. Иә, толықтай келісемін. Соны айтасыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің подкастымыз өз мәресіне жетті. Аманшылықта болайық, сау болыңыздар.